В основе тревоги лежит мысль, что все пойдет не так, как надо. Вот что такое тревога. И вот почему вы тревожитесь. Боже, я никогда не добьюсь успеха. Боже, у меня никогда не будет хороших отношений. Боже, я никогда не вылечусь от своей болезни. Боже, что мне делать со своей жизнью и в чем моя цель? На самом деле это недоверие к жизни. Чтобы избавиться от тревоги, нужно признать, что вы никогда не сможете все понять. В жизни всегда будет неопределенность, и это все. Такова жизнь. В ней есть неопределенность, и ты не можешь знать всего наперед. Жизнь не обязательно должна быть идеальной. Прежде всего, она никогда такой не будет. Ты не идеален и никогда не будешь. Откуда берется тревога? Она берется из твоих мыслей. И ты можешь сказать, ну часто я даже не знаю, почему я тревожусь. Да, ты не знаешь, почему ты тревожишься, потому что ты так много беспокоишься, что не понимаешь, какая тревога укоренилась в тебе. Так что каждый день делай что-нибудь веселое. Достар, бәріңе сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін көктем болып жатыр Алматыда. Сонымен мына видеода Джон Кэха, әлемдік психолог, әлем бойынша білетін психолог, бұл кісі айтып жатыр, біздің қорқыныштарымыз біздің өмірімізге көп кедергісін тигізеді дейді. Жалпы адамдар көбіне өзіне бір негативті ойларды жабыстырып қосқысы келіп тұрады өмірлерінде. Ол жалпы дұрыс емес нәрсе. Неге? Өйткені мүмкін ол адамдар бір қандай да бір сәттердің, қандай да бір өмірдегі процестердің идеалды түрде өткенін қалайтын шығар. Бәрі өздерінің ойлағанындай болу керек, болатын шығар. Бірақ бұл кісі айтып жатыр видеода, өмір жалпы өзі идеалды емес дейді. Сондай бір біз ойлағандай тек қана жақсылықтан, тек қана жеңілдіктен тұрмайды дейді. Сол өмір сонысымен қызық қой. Бірақ егер адам өзіне алдындағы болатын сәттерді негативті түрде сезетін болса, ол өмірлеріне міндетті түрде келеді. Басқа адамдар арқылы, басқа жағдайлар арқылы бәрібір бір шығын шығып кетеді деп қорқатын болса адамдар, сол шығын бір жерден шығады деген сөз. Сол қорыққан нәрсесінен шықпаса да басқа жағынан шығып кетеді. Сосын біздің 20 ғасырда туылған адамдар, ол кісілер кішкене үлкендеу ұрпақ. Олар әсіресе бір сондай қорқыныштардан жасалған энергиялармен өмір сүретін сияқты. Сосын ырымдар көп. Ырым қазір мүмкін маған айтатын шығар адамдар. Ой, ырым деген біздің қазақ халқымызда болған, онсыз қалай, сен ырымсыз қазақ емессің дегендей. Біз енді 21 ғасырдамыз ғой. Егер біз тас дәуірінде болатын болсақ, қазір не болар еді? Мына телефондар болар ма еді? Біз онлайн былай бір-бірімізбен байланысқа шығатын бедік. Сондықтан қатып қалған нәрсе жоқ. Әр кезеңнен бір плюстар мен минустар болады. Кейбір ырымдар дұрыс, кейбір ырымдарды алып тастау керек. Сол өмірде өзіңнің миыңды тазартуың керек. Миыңды дамытуың керек. Сосын мен көп байқаймын, мысалы мен балабақшада сабақ беремін ғой ағылшын тілінен. 80% балалар зейіндері ауытқи береді. Зейін жоқ, фокус жоқ. Ол нені білдіреді? Ата-аналары оларға зейінденіп бір нәрсеге қызығуға үйретпеген деген сөз. Ми үйренбеген. Тек қана телефонға үңіліп отырады, телефоннан бір ойындарға кіріп кетеді. Соған қарағанда балаларға көңіл бөлуге ата-аналарының өздерінің энергиялары жоқ қой. Энергия болса істеледі ғой. Энергия жоқ. Сосын бір-біріне қарап, мысалы достары немесе басқа адамдар қасында балаларын бір нәрсе үйретіп, дамытып отырса, айтып, балаларды ештеңені бірге жасаудың қажеті жоқ, оларға үйретіп жүр, көрсетіп жүр, олар істейді. Сол, сіздер не істеп жатсыздар? Өмірлеріңізде қорқыныш бар ма?